Сәлеметсіңдер ме? 3-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құдықтың суы тұщы. Құдық, колодец, су, вода, тұщы, пресная. Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Құдық, колодец, жер, земля, қопсыту, разрыхлять, арам шөп, сорняк, иісі, запах, дәмі, вкус, терең, глубокий. Давайте повторим. Тағы бір қайталайық. Құдық, жер, қопсыту, арам шөп, иісі, дәмі, терең. Жарайсыңдар. Енді балалар, берілген мәтінді бірге оқиық. Давайте прочитаем текст. Біздің бақшада алма, алмұрт ағаштары өседі. Әкем жерді қопсытады. Біз арамшөп жұламыз. Бақшаның иісі керемет. Бақшада құдық бар. Құдық терең, суы тұщы. Судың дәмі жоқ. Бақшаны құдық суымен суарамыз. Давайте теперь переведем. Енді аударайық. В нашем саду растет яблоня и груша. Папа разрыхляет землю. Мы вырываем сорняки. Запах в саду превосходный. В саду есть колодец. Колодец глубокий. Вода в нем пресная. У воды нет вкуса. Мы поливаем сад водой с колодца. Енді балалар, берілген сөйлемдердегі жақшаны ашып, толықтырып айтайық. Давайте откроем скобки и дополним данные предложения. Первое предложение. Бақшада, в скобках у нас яблоня, өседі. Яблоню мы должны перевести на казахский. Яблоня на казахском алма ағашы. Бақшада алма ағашы өседі. Следующее. Келесі. Әкем жерді разрыхляет. Разрыхляет на казахском қопсытады. Әкем жерді қопсытады. Біз сорняк жұламыз. Сорняк на казахском арам шөп. Біз арам шөп жұламыз. Бақшада колодец бар. Колодец на казахском құдық. Бақшада құдық бар. Құдық глубокий. Глубокий на казахском терең. Құдық терең. Құдықтың суы пресная. Пресная на казахском тұщы. Құдықтың суы тұщы. Судың вкуса жоқ. Вкус на казахском дәмі. Судың дәмі жоқ. Енді басынан бастап тағы бір рет оқиық. Давайте прочитаем с самого начала. Бақшада алма ағашы өседі. Әкем жерді қопсытады. Біз арамшөп жұламыз. Бақшада құдық бар. Құдық терең. Құдықтың суы тұщы. Судың дәмі жоқ. Жарайсыңдар. Давайте, ребята, теперь вспомним личные окончания. Жүктік жалғауларын есімізге түсірейік. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жазайық.
Давайте допишем окончание. Біз арамшөп жұлдық. Сендер арамшөп жұлдыңдар. Сіздер арамшөп жұлдыңыздар. Олар арамшөп жұлды. Біз арамшөп жұлдық. Сендер арамшөп жұлдыңдар. Сіздер арамшөп жұлдыңыздар. Олар арамшөп жұлды. Жарайсыңдар. Балалар, ағаштар мен өсімдіктер біздің қамқорлығымызды сезеді. Сондықтан оларды суарып, бағып тұрайық. Ребята, деревья и растения чувствуют нашу заботу. Поэтому давайте будем поливать и ухаживать за ними. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.